Тұтқын кенеттен жердегі қашауды байқап, оның қашып кетуге көмектесетінін түсінді. Сондықтан ол жұмыс істеп тұрған кезде, күзетші назар аудармаған кезде, әдейі ағаш бөшкесін лақтырып жіберді. Бұл бірден басқалардың наразылығын тудырып, көп ұзамай тәртіпсіздікке ұласты. Дау кезінде ол арбаның астына кіріп, қашауды құмға көміп тастады. Бақылаушы оны қуып шығу үшін келгенде, Тоби қорқып, соққыға жығылды. Бақылаушы бақылаушыны тез тоқтатып, бұл қажет емес деді. Ол онымен сөйлесу үшін еңкейіп отырғанда, Тоби бақылаушы оны көре алмаған кезде қашауды жасырын түрде алды. Алайда басқа бір серігі бәрін көрді. Бірақ Тоби туралы хабарламай жай ғана кетіп қалды. Түн ортасында ешкім болмаған кезде, ол ұрланған қашауды алып, оны тапқан шынжырларды іліп қойды. Рождество мерекесіне орай барлығы тойлап жатқанда, Тоби шынжырларды тоздырып тастай жаздады. Сол сәтте есік кенеттен ашылды. Бақылаушы Тобидің шынжырлардан босаған көріп, таң қалды. Оның қашу жоспары туралы білгеннен кейін, бақылаушы оған көмектесуді шешті. Ол қожайынның рождестволық кешіне оралып, бұрыннан жазған шығармасын ойнау үшін скрипкасын алып шықты. Ондағылардың бәрі музыкаға тартылды. Осы уақытта Тоби қораға барып, қаһарлы жылқыны тапты. Скрипка үнін естігеннен кейін, ол бірден кетіп қалды. Кейінірек бақылаушы дыбысты естіп тексеруге барғанда, ол тек сынған шынжырларды тапты. Таң атқанда Тоби алыста еді. Шаршап, солтүстікке бет алды. Кенеттен иттің үргені оны қорқытты. Тоби дереу аттан түсіп, киімін киіп, иісі аңшы иттерді өзіне тартып, басқа бағытқа жүгірді. Бірақ иттер тым көп болғандықтан, олар оны қуып жетті. Қашатын жері жоқ болғандықтан, Тоби қошалып қалды. Иттер шабуыл жасайын деп жатқанда ысқырық естілді. Бақылаушы қашқынды тауып алған еді. Оны әрқашан қанап келген адамда қарап, Тобидің ашуы көтерілді. Ол бірден ағаш таяқты алып, бақылаушыға қарай жүгірді. Бақылаушы бірден қуанып төбелесуге дайындалды. Шайқас басталғалы тұрды.